Шығыс Қазақстандық металлургтар Жаңаөзен мен Шетпеде болған тәртіпсіздікке өздерінің көзқарасын білдірді. Аймақ бойынша 30 мың адам митингке шығып, халықты бейбіт өмірге шақырды. Сондай жиынның бірі мыс қорыту зауытында өтті. Қазцинк ұжымы тәуелсіздік мерекесі күні Жаңаөзен мен Шетпедегі бұзақы топтың әрекетін сынға алды. Металлургтердің пікірінше, еңбек дауын бәзбіреулер қылмыстық әрекетке пайдаланып кеткен. Жергілікті кәсіподақ болса, мұнайшылардың мүдделерін дұрыс қорғауда уақытылы оны түсіндіре алмаған дейді Шығыс Қазақстандық металлургтер. Сондай-ақ мұндай шара Үлбі металлургиялық зауытында да болды. Еліміздегі жоғарғы индустриалды өндірістердің біріне айналған Үлбі зауытының жұмысшылары елбасының саясатын қуаттап, елді ынтымақ жарасқан бірлікке шақыратындықтарын айтуда. Қазақстанның батысында болған оқиға және өзінің қандастарының сондай оқиға барғанына, Қазақстанның жерінде қантөгіс болғанына қатты қиналам және сол отбасыларына көңіл айтам. Біз елбасының салған саясатына, алған жоспарына өз басым және менің әріптестерім сенеді деп ойлаймын. Барша жастарды бейбітшілік және тыныштық отанда бірге өмір сүрейік және Қазақстанды бірге көркетейік деген мақсаттарға шақырамын.